Павлодар мұнай-химия зауытының полипропилен өнімдерін сақтайтын қоймасында болған өрт кезінде қаза болған азаматтардың аты-жөні анықталды. Олар осы кәсіпорынның қызметкерлері Қуаныш Ысқақов пен Сергей Мутаса есімді азаматтар. Марқұмдарды жерлеуге зауыт басшылығы жәрдемдесетін болады. Ал денелерін күйік шалған 3 адамның біреуі ауыр халде. Қазір Астанадан шақыртылған дәрігерлер тобы шұғыл көмекке келді. Павлодар облысы әкімінің бірінші орынбасары Дүйсенбай Тұрғановтың айтуынша оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс жасауда. Ал мұнай-химия ЛТД зауытының жұмысы уақытша тоқтатылды. Мамандар тексеру жұмыстардан кейін өндірісті қайта іске қосу жолдарын қарастыруда. Айта кетейік, өрттен қаза болғандардың отбасылары мен зардап шеккен азаматтарға материалдық көмек көрсетілетін болады. Бұл туралы апатқа байланысты арнайы құрылған жедел штабтың отырысында айтылды. Пенополиуретан это такое вещество. Жанған материалдардан улы түтін шыққан, салдарынан цех түтінге толды. Ауа температурасы да төмен болды сол күні. Сондықтан бұл жағдай өрт сөндірушілерге біраз қиындықтар тудырды. Нысан қала аумағынан тыс орналасқандықтан, оны өзге өрт сөндіру қызметкерлері қадағалайды. Ал біз тек қосымша көмекке келеміз.